елбасының аманаты, арманы. Қане, мына тарих парақтарын қарашы. Жан-жақтан атты. Еліміздің ертеңіне болмақ. Сұңқаршыдан қанатталатын ұлан-ғайыр даланы қалай сақтаймыз? Уа қанел, біздің күшіміз бөлуде емес, бірігуде. Біз қазақ мал баққан елміз. Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Бірақ та бізге жау шапқан кезде бәріміз бірлесіп жеңеміз. О қанел, мен Етекел, өз сөзімді айтар болсам, алтау ала болса, ауыздағы кетеді. Төртеу түгел болса, төбеден келер дейді. Бәріміз бір қазақ баласы болып, бір қазақ туының астына жиналмасақ, мына тарих бізді кешірмейді. Ал ендеше, тұтас, қазақ ел үшін! Бірлік үшін! Неге біздің еліміз, жеріміз, тіліміз біреулерге тәуелді болу керек? Я, біз еркін халықтың ұрпағымыз. Қазақстан қазаққа берілсін. Қазақстан қазаққа берілсін. Hayvan, lezzetli bunlar ruhu. Ешқашанда өлмейді. Қазақ өлмейді. Билікке қазақ келсін. Тәуелсіздік жасасын. Тәуелсіздік керек бізге. Мен ғасырлар бойы күткен арманмын. Мен желтоқсандағы қан мен көз жасымын. Мен аспан тіктес көк туымын. Бүгін Қазақстан әлем таныған іргесі берік мемлекет. Әже, мен енді түсіндім. Тәуелсіздік тек 16 желтоқсан емес, бұл біздің еркін сөйлегеніміз, еркін күлгеніміз екен ғой. Дұрыс айтасың, құлыным. Ал біздің міндет бұл бақытты көздің қарашығындай сақтау. Еліңнің қорғаны бол. Сөзіңнің иесі бол. Тәуелсіздік сақшысы бол. Біздің отанымыз Қазақстан. тәуелсіздігіміз Мәңгі.